Атырау облысында 207 жалпыға бірдей орта білім беру ұйымдары бар. Сонымен қатар 20 жекеменшік мектеп бар. Онда 11.618 оқушы білім алады. Алайда мемлекет ұйымдар желісін көбейту және балаларға барынша қолайлы жағдай жасау мақсатында республикалық бюджеттен қаражат бөлу арқылы жекеменшік мектептерде де балаларды оқытуға мемлекеттік тапсырыс берілетін болады. Бұл жұмыстар осы кезеңге дейін Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігі тарапынан ұйымдастырылып келген болса, осы жылдан бастап Атырау облыстық білім беру басқармасы арқылы ұйымдастырылатын болады. Балалардың құқығын қорғау бойынша енгізілген тағы бір жаңалық әлеуметтік көмектің кеңеюі болды. Енді жеке меншік мектептерде оқитын осал отбасыларында балалары қажетті мектеп керек-жарақтары мен тауарларды мемлекеттік мектептегі оқушылармен бірдей алатын болады. Барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының екінші республикалық форумында сөз сөйлеген мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар маңызды мәселелерге, соның ішінде елде жауапты ата-ана идеясын дамытуға ерекше назар аударды. Президент идеясын іске асыру мақсатында біртұтас тәрбие бағдарламасы енгізіліп, білім беру ұйымдарында 198 ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтары құрылды. Орталықтарда 2024-2025 оқу жылының өзінде қыркүйек-желтоқсан айларында 832 сабақ өтіп, оған 46721 ата-ана қатысты. Олардың қызметін жүйелі ұйымдастыру үшін 6069 сынып жетекшісі апта сайын онлайн оқыту вебинарларын ұйымдастырып, білімдерін жетілдірді. Біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында білім беру ұйымдарында сабақтарының арасындағы үзілістерде апта сайын өнегелі 15 минут ұлттық ойын шаралары ұйымдастырылып, 9264 ата-ана қоғамдық мәдениет, адамгершілік, өзін-өзі ұстау, достық қарым-қатынасты бағыттарындағы креативті идеялармен бөлісті.